Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздермен мақтадай мамық жұп-жұмсақ, қарапайым ғана заттардан дайындалатын профитроли дайындайтын боламыз. Барлығы қолжетімді заттардан. Ең алдымен пешімізді қосып, оның үстіне суымызды, сүтті құйып, оның үстіне сары майымызды салатын боламыз. Сәл ғана шым-шым тұзымызды қосып, одан соң сәл ғана қантымызды салатын боламыз. Көп салып қажет емес, себебі профитролидің ішіне кремі қосылатын болады. Осылай қайнағанша қойып қоямыз. Майының барлығы еруі керек. Майының барлығы жақсы ерігеннен кейін ұнымызды үстіне салатын боламыз. Отты бірден өшіріп тастаған жөн. Май ерігеннен кейін оттың астын бірден өшіріп, үстіне бірден ұнымызды саламыз. Егер де оттың астын өшірмей, ұнды бірден салатын болсаңыздар, онда салған ұнның асты күйіп кететін болады. Осылай барлық ұнды салғаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Түйіршік қалып қоймай, осылай жай қалыппен араластыратын боламыз. Ұнымызды жақсылап араластырғаннан кейін 60 градус шамасында суытып алатын боламыз. Тым қатты суытып та қажет емес. Келесі жұмыртқамызды салатын боламыз. Осылай миксердің насадкасымен жақсылап араластырамыз. Екінші жұмыртқаны салдым. Бар жоғы 5 жұмыртқадан дайын болады. Жұмыртқаны барлығын бірден салмай, бөлек-бөлек салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей бір-бірлеп салып миксерлейміз. Мінекей бізде осындай консистенция шығуы керек. Енді қасықтың көмегімен немесе әртүрлі оюлы насадкалардың көмегімен осылай орналастырып шығамыз. 180 градуста шамамен 30-40 минутта дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Қолмен басқан кезде ішіндегі ауасы басылып тұр. Келесі ортасына өте қарапайым жасалатын салмасын дайындаймыз. Вареный сгущенканы алып, оның үстіне сары майымызды саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Келесі біздің профитролиларымыздың ішіне салмасын салатын боламыз. Осылай шетін ғана пышақтың көмегімен кесіп, салмасын салатын боламыз. Осылай әр бөлігіне жағып шығамыз. Барлығы оңай жасалынады, еш қиындығы жоқ. Профитролиларды кез келген қыз-келіншектер дайындай алады. Бастысы описаниеде көрсетілген құрамын дұрыс қолданатын болса, өте жақсы көтеріліп, дәмді шығатын болады. Қалауларыңызша қант ұнтағын үстіне сеуіп, әдемілеуге болады. Мінекей біздің профитролиларымыз дайын болды. Өте қарапайым, бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін алғыс білдіремін.